Неге қазір Бермуд штағанында кемелер жоғалмайды? Ұшақтар мен кемелердің ғайып болатын аймағы ретінде әлемге танылған Бермуд штағаны жайлы неге қазір жаңалықтар жоқ? Бұл жер өзінің тылсым күшінен айырылған ма? Жалпы Бермуд штағаны өте үлкен аумақты алып жатыр. Бұл Францияның жерінен 2 есе үлкен территория. Тылсым аймақ туралы аңыздардың пайда болуына көп кемелердің осы аймақтан өтуі және сол замандағы байланыс жүйелерінің әлсіздігі әсер етті. Оған қоса, бұл Атлант мұхитындағы көптеген дауылдардың бастау алатын жері. Бермуд штағаны туралы аңыздардың көбеюіне айлаққа кешіккен кемелерді жоғалды деп жазып, хайп қоған журналистер де кінәлі. Қазіргі таңда біздің навигациялық жүйелер өте жақсы дамыған. Кемелермен де ғарыштық байланыс жақсы жолға қойылды. Осылайша компас пен бағыт табу кезіндегі магниттік солтүстік пен шынайы солтүстік арасындағы ауытқу сияқты кемелердің адасуына себеп болатын факторлар жойылды. Сол себепті де қазір Бермуд штағаны ешқандай тылсымы жоқ, қарапайым теңіз жолдарының бірі ғана.